Елімізде Жасыл ел жастар еңбек жасақтары 15 жыл көлемінде өз жұмыстарын тоқтаусыз жүргізіп келеді. Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты елімізде қалыптасқан күрделі кезеңде бағдарлама аясында 435 оқушы, 656 студент, 113 жұмыссыз жастар мен 3 мүмкіндігі шектеулі жан 4 маусымдық жұмыспен қамтылды. Түрлі игі шаралардың куәгері болған Жасыл ел жастар жасақтары осындай күрделі кезеңде мейлі қалада, мейлі ауданда немесе ауылды жерлерде болсын, бір-бірімен онлайн режимде байланысып, әлеуметтік шараларды бірлесе жүзеге асырды. Карантинға байланысты үлкен көлемде енді ашылуын өткізе алмадық. Дегенмен іс-шара барысында 4 айдың ішінде, олардың ішінде түрлі біздің шаралар атқардық, яғни онлайн форматта. Яғни Абай Құнанбаевтың 105 жылына байланысты Абай әлемі челлендждарын, спорттық акциялар, осындай қызметтер жасалынды. Ендігі кезекте қазір біз осы 4 маусымды бітірдік, жоғарыда айтқандай 1200 баланы орналастырдық. Енді осы жыл маусым бойынша атқарған балалардың, аудандардың, жастардың арасында жыл қорытындысы деген өзіміздің марапаттауымыз бар, дәстүрлі. Сол жыл қорытындысы бойынша, яғни 11 аталым көрсетілген. Ол аталымдардың ішінде мынау үздік жас аяқ командирі, ұл-қыз арасында, үздік сарбаз, ұл-қыз арасында, сонымен қатар үздік штаб, үздік жасақ, үздік онлайн штаб, үздік қала, үздік аудан, үздік акция, үздік шара деген сияқты номинацияларды бойынша конкурс жарияладық. Онлайн форматта дәл осы қорытындылап марапаттау шараларын өткізетін боламыз.